Баршаңызға сәлем, құрметтілерім. Сіздермен Динара. Сіздерге асқабақтан дайындалатын варенье рецептісін ұсынамын. Варенье өте қою, түсі әдемі және дәмі ерекше болып шығады. Варенье дайындау үшін керек ингредиенттер ол асқабақ, лимон және қант. Асқабақты екіге бөліп, тұқымдарын алып тастадым. Асқабақтың қабығын ашып, 4 бұрышты ғып турап алдым. Асқабақтың салмағын аршылған дайын күйінде өлшеу керек. Лимонды алдын ала жуып, қайнаған ыстық суға 1 немесе 2 минутқа салып алдым. Лимонды да қабығын аршымай 4 бұрышты ғып турап аламыз. Және тұқымдарынан тазалап аламыз. Асқабақ, лимон және қантты қосып, араластырып жарты сағатқа қойып қойдым. Массадан осындай шырын бөлінді. Енді газ плитаға қойып қайнатамын. Қант түбіне жабысып қалмас үшін араластыру керек. Қайнағаннан кейін баяу отта 20 минут пісіреміз. Оттан алып, суытып алу керек. Бұл әдісті 3 рет қайталау қажет. Вареньеден бөлінген көбігін тазалап аламыз. Банкаларды және қақпақтарын алдын ала өз әдіспен дайындап қойдым. Ыстық күйінде банкаларға құйып алдым. Кейіннен варенье қоюланып шығады, түсі өте әдемі және дәмі ерекше болып шықты. Сіздерге ұсынған рецепт және дайындаған видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер.